Сәлеметсің бе, құрметті оқушым. 3-ші тоқсанның алғашқы математика сабағы 65-ші сабақтан басталады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қосу және азайту өзара кері амалдар. Оқулығының жоғары жағында өзің білетіндей сабақтың тақырыбы жазылған. Және сабақтың төменгі жағындағы сөйлемге назар аудара қой. Бұл сөйлем нені білдіреді? Бұл сөйлем бүгінгі сабақтағы сенің мақсатыңды білдіреді. Яғни бүгін сабақтан сен нені үйреніп кетесің? Бүгін сен барлық алған біліміңді, яғни өткен тақырыптар бойынша алған біліміңді еске түсіріп, қайталау арқылы пысықтайсың. Сол білімді қолдануды үйренетін боласың. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аудара қой. Суретке қара. Мына суретке қарай қой. Суреттен кімдерді көріп тұрсың? Дұрыс айтасың. Суреттен біз адамдарды көріп тұрмыз. Ал енді оларды жекелей ажыратып айтатын болсақ, суретте қанша адамды көріп тұрсың? Қанша ересек адамды көріп тұрсың? Санай қойшы. Ересек деп отырғанымыз үлкен адамдардың саны қанша? Дұрыс айтасың. 5 ересек адам бар суретте. Ал енді суретте кішкентай балалардың саны қанша? Балалардың саны қанша? Неше баланы көріп тұрсың суреттен? Дұрыс айтасың. 3 бала бар. Ал енді айта қойшы, осы суреттегі барлық адамдардың саны қанша екен? Дұрыс. 8. Оны қалай есептедік? Біз 5 ересек адамға 3 баланы қостық. Нәтижесі 8-ге тең болды. Өрнекті оқимыз. 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Енді сұрақты сәл өзгертіп қоятын болсам, суретте балалар қанша? 3. Дұрыс. Ересектердің саны қанша? 5. Суретте барлығы қанша адам болды? Иә, суретте барлығы 8 адам. Оны қайдан білдік? Дәл жаңағындай тәсілмен біз балаларға ересектердің санын қостық. Енді назар аудара қой. Мына өрнектерде не өзгерді? Не өзгерді? Дұрыс айтасың. Мұнда қосылғыштардың орны ауысты. Яғни бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың орны ауысты. Енді қарап отырсаң, екеуінде де мәні бірдей шықты. Бұл жерде шығатын ереже қандай? Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Бұны біз қосудың ауыстырымдылық қасиеті деп айтамыз. Ауыстырымдылық қасиеті. Есіңе түсті деп ойлаймын. Ал енді оқулыққа қайта оралатын болсақ, осы қосуды біз азайтумен тексереміз. Азайтумен тексерген уақытта біз шыққан саннан қосылғыштарды кезектеп азайтатын боламыз. Шыққан санымыз 8 болса, 8-ден алдымен бірінші қосылғышты, одан кейін екінші қосылғышты азайтамыз. Шыққан саннан біз қосылғыштардың бірін азайтатын болсақ, екінші қосылғыш шығады. Мысалы, 8 бен 3-тің айырмасы 5-ке тең болса, 8 бен 5-тің айырмасы 3-ке тең. Бұны біз мысалдар төрттігі деп те атаймыз. Осы сурет пен осы ереженің арасындағы байланыс, осыдан шығатын қорытынды тұжырым қандай? Яғни қосу мен азайту бір-біріне кері амалдар екен. Қосуды біз азайтумен тексереміз, азайтуды керісінше қосумен тексереміз. Түсінікті болса, екінші тапсырмаға назар аудара қой. Тапсырманы оқиық. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Сандардың өзара қалай байланысқанын түсіндір дейді. Ең бірінші белгілі өрнекті оқиық. Қосылғыштары белгілі өрнекті оқимыз. 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең. Ал енді ойланамыз. Қандай санға біз 5-ті қосатын болсақ, нәтижесінде дәл сонда 7 шығады. Дұрыс. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең. Бұл жерде біз қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаландық. Ал енді қосуды біз азайтумен тексереміз. Ол үшін шыққан саннан қосылғыштарды кезектеп азайтамыз. Шыққан санымыз 7 болса, біз 7-ден алдымен 5-ті, одан кейін 7-ден 2-ні азайтамыз да тексереміз. Егер шыққан саннан қосылғыштардың бірін азайтатын болсақ, екінші қосылғыш шығады. Мысалы, 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең болса, 7 мен 2-нің айырмасы 5-ге тең. Дәл солай келесі қосылғыштары белгілі өрнекке қарай қой. Өрнекті оқы. 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең. Назар аудар.
екінші өрнекте екінші қосылғышымыз белгісіз. 4-ке қандай санды қоссақ 9-ға тең болады? Дұрыс, 5-ке. Бұл жерде де қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып тұрмыз. Тексереміз. Шыққан саннан қосылғыштардың ретімен азайтамыз. 9-дан алдымен бірінші қосылғышты азайтамыз. Нәтижесі екінші қосылғышта тең болады. Одан кейін шыққан саннан екінші қосылғышты азайтамыз. Нәтижесі бірінші қосылғышқа тең болады. Бұны біз тағы да қайталап айтамын. Мысалдар төрттігі деп атаймыз. Алған білімімізді тексеру үшін оқулықтың келесі бетіне өтейік. Келесі тапсырма бұл бізде үшінші тапсырмамыз. Тапсырмада былай дейді. Қосу мен азайтуға өзара байланысты мысалдар құрастыр дейді. Бірінші 90 санының құрамына қарай қой. Алдымен біз белгісіз қосылғышты тауып алуымыз керек. Ойланамыз. 10-ға қандай санды қоссақ 90-ға тең болады? Қосу мен азайту өзара кері амал болғандықтан біз белгілі саннан үлкен саннан кіші санды азайту арқылы белгісіз санды табамыз. 90-нан 10-ды азайтатын болсақ 80-ге тең. Тексереміз. 80 мен 10-ның қосындысы 90-ға тең. Осы жерден мысалдар төрттігін құрастырып көрейік. Алдымен өрнекті жазамыз. 80 мен 10-ның қосындысы 90-ға тең. Енді қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз. Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 10 мен 80-ның қосындысы 90-ға тең. Себебі қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Енді қосуды біз азайтумен тексеру үшін шыққан саннан бірінші қосылғышты азайтамыз. Шыққан санымыз 90. 90-нан 80-ді азайтамыз. Нәтижесі 10-ға тең. Яғни шыққан саннан қосылғыштардың бірін азайтқан кезде екінші қосылғыш шықты, көрдің бе? Енді шыққан саннан екінші қосылғышты азайтамыз. 90-нан керісінше 10-ды азайтамыз. Нәтижесінде бірінші қосылғышымыз шығады. Міне, қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдалана отырып таптық бізге алғашында. Одан кейін қосу мен азайту кері амал болғаннан кейін біз тексердік. Осыны біз мысалдар төрттігі деп атаймыз. Ары қарай қалған екеуін дәл осылай өзің де орындасаң болады. Мұнда да екінші қосылғышымыз белгісіз. Қосу мен азайту кері амал болғаннан кейін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 80-нен 30-ды азайтсақ, мәні 50-ге тең. Демек, екінші қосылғышымыз бізде 50. 30 бен 50-дің қосындысы 80-ге тең деген өрнек шықты. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз. 50 мен 30-дің қосындысы 80-ге тең. Шыққан саннан бірінші қосылғышты азайтамыз. Нәтижесінде екінші қосылғыш шығады. Одан кейін шыққан саннан екінші қосылғышты азайтамыз. Нәтижесінде бірінші қосылғыш шықты. Тура солай үшіншісінде өзің жасап көрсең болады. Ойлана ғой, 40-қа қандай санды қоссақ 70-ке тең болады? Ол үшін қосу мен азайту өзара кері амал болғандықтан үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 70-тен 40-ты азайтсақ, мәні 30-ға тең. Тексеріп көр. 40 пен 30-дің қосындысы 70-ге тең. Өрнек міне дайын. Енді қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, қосылғыштардың орнын ауыстырып есептейміз. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Қосу мен азайту кері амал болғандықтан қосуды азайтумен тексереміз. Яғни шыққан саннан тағы да қайталап айтамын. Бірінші қосылғышты азайтамыз. Одан кейін шыққан саннан екінші. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. Екі себетке бөліп салуға көмектес. Яғни суретте біз жемістер мен көкөністерді екі себетке бөліп салуымыз керек. Бұл жердегі заңдылығы әр себетте 7 килограммнан болатындай етіп орналастыруымыз керек.
Ол үшін міне біздің екі себетіміз міне алдымызда тұр. Бірінші себетке 7 килограмм салуымыз керек, екінші себетке де 7 килограмм жеміс пен көкөністі салуымыз керек. Алдымен бірінші себетті толтырайық. 7 килограмм шығу үшін онда біз 2 килограмм бананды салайық. Оған 2 килограмм сәбізді қосуымызға болады. 4 килограмм болды, я? 4 килограммға тағы да 2 килограмм мандаринді қосайық. Қанша килограмм болды сонда? Дұрыс айтасың, 6 килограмм. Енді неше килограмм жетіспейді? 1 килограмм жетіспейді. Біз бұл жерде орамжапырақты, алманы немесе қиярды саламыз. Мысалға, қиярды салатын болсақ, біздің бірінші себетіміз 7 килограммға толады. Енді екінші себетті толтырып көрейік. Ол үшін бұнда 3 килограмм пиязды салайық. Оған 1 килограмм орамжапырақты қоссақ, қанша килограмм болады? Дұрыс, 4 килограмм болды. 4 килограммға 3 килограмм картопты қосамыз. Сонда жиынтығы қанша килограммға тең болды? Дұрыс айтасың, 7 килограммға тең болды. Міне осылай екі себетті біз жемістер мен көкөністерге толтырдық. Бүгінгі сабағымыздағы соңғы тапсырма, бұл 5-ші тапсырма, логикалық тапсырма. Қай заттың суреті қойылмаған? Бұл жерде біз белгісіз суретті табу үшін арнайы заңдылыққа бағынамыз. Ең алдымен бірінші кестеге назар аудара ғой. Тігінен де, көлденеңінен де тексеріп шығайық. Тігінен барлық суреттер белгілі. Көлік, қайық, ұшақ. 3 суретте бар. Көлік, қайық, ұшақ. Көлденең барлық суреттер тігеді. Енді біз ортадағы суретті табуымыз керек. Егер тігінен қарайтын болсақ, мұнда қайық бар, көлік бар, ортада не жоқ? Мұнда қайық бар, көлік бар, ортада не жоқ? Дұрыс айтасың. Бұл жерде ұшақ болу керек. Тікұшақ. Келесі кестеге қараймыз. Тағы да тігінен және көлденең салыстырамыз. Алдымен бірінші белгісіз суретті тауып алайық. Бірінші сурет тігінен алып қарайтын болсақ, электропойызымыз бар және автобусымыз бар. Ненің суреті жоқ мұнда? Дұрыс, бұнда жеңіл көліктің суреті жоқ. Енді жеңіл көлігіміз бар, пойызымыз бар, ортада ненің суреті жоқ? Дұрыс айтасың, автобустың суреті жоқ. Енді үшінші белгісіз суретті тауып көрейік. Жеңіл автокөліктің суреті бар, автобустың суреті бар. Мұнда ненің суреті жоқ? Дұрыс айтасың, электр пойызының суреті жоқ. Міне, бұндай тапсырманы біз тігінен де, көлденеңінен де суреттер қайталанбайтындай етіп, дәл сондай заңдылықта орналастырамыз. Бүгінге тапсырмалар осы. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деп ойлаймын.